кімнің екі күні бірдей болып қалса дейді, қазір кімнің екі күні тең болып қалса, бірдей болып қалса, екі күндегі халі, жағдайы, онда ол зиянға ұшырап жатыр дейді. Яғни табыс тауып отқан жоқ дейді ақыретке. Түсінесіз бе қандай мәселе? Неге мысалы бүгін осындаймын, ертең де сондаймын, бүрсі күнде сондаймын, одан кейін де сондаймын деген мәселе ғой. Біз күніге шама келгенше даму керекпіз. Шама келгенше даму керекпіз. Сіз дамисыз, сіз арқылы отбасыңыз дамиды, балаларыңыз дамиды. Сөйтіп сіз арқылы исламның кең нәрсесін таниды. Керемет ұрпақ шығады сізден. Құдай қаласа. Сіз шаршамасаңыз егер, сіз өзіңізді салсаңыз осы Алланың ризалығын іздеу жолында да, Алланың ризалығы деген нәрселер мысалы жаңағыда. Өткенде айтып отырық қой. Мысалы жаңағыдай біреу сізден қарыз сұраса, звондап мысалы. Сіз біреу айтады мысалы, мен енді ойланып көрейін жағдай бар ма екен, біраздан кейін звондайын дейді. Негізі бар жағдай. Бірақ жаңағындай бір уязвимость дейді, әлсіздік. Түсіндіңіз ба? Сосын сол нәрсемен етемін де біраз ойланамын, жаңа періштенің сыбырлайды Алла тағаланың қалауымен. Сөйтіп айтар, қой берейін мен дегендей мәселе. Әртүрлі нелер болады. Сонымен жаңа звондап кел деймін мысалы. Алып кете қой деймін мысалы айтайық. Екінші адамға звондап қойған кезде ол айтады, болды келіп алып кет дейді. Ол жаңағы жағы дамыған оның. Бірден жауап береді. Бірақ үшіншісі олардан осып кеткенде, ол айтады, қай жердесің? Апарып берейін дейді. Бұл шексіз, бұл тоқтамайды. Түсініп қандай мәселе. Сосын ол айтады, маған бір 10 мың қарыз бере тұрасыз ба деген кезде, біреу тура сол 10 мыңды беруі мүмкін да. А жаңағы үшіншісі анау, ол барып 20 мың бере салуы мүмкін оған қарызға. Сосын мынаның ниетінде қашан қайтарып береді деген нәрсе. Срогымен күтіп жүретін адам болады, мұсылман мысалы. Сосын уәдесін орындамайды ғой мынау деген нәрселер. Кішкентай қарыздарда мысалы нелерде болады жағдай. Анау үшіншісінде мүлде ондай уайым жоқ. Ол егер нете алмаса, кешіре саламын дейді ол. Өйткені ақырет керек дейді маған байлығы. Бұл жерде мәселе ол қолындағы байлығын шашып жатыр деген сөз емес. Ода да есептері бар реттелген. Бірақ ол ақыреттің есебіне солай кірген. Мына жақтағы есептер соған бағынып жұмыс істей береді оның жүрегінде. Түсіндіңіз бе? Ана жақ ақыреттің есебі бізде басым болмаса, біз дүниенің есептерімен кетеміз. Тіпті жаңағы жерде шариғат бойынша жеңіп кетуіміз мүмкін оны. Сен уәдені неге орындамайсың, неге бермейсің? Мұсылман уәдесін орындау керек қой деген хадистерде келіп, өзін бейшара қылып тастауымыз мүмкін ана кісіні. Бір жақсылық олай жасалмайды ешқашан. Сондықтан жаңағыдай әрбір амалдың жаңағы әртүрлі дәрежеде атқарылады да. Сол мен осы амалды қай дәрежеде атқарып жүрмін? Түсінесіз бе қандай мәселе? Соны мен уайымдасам, қашан уайымдаймын, Алла тағала маған келесі дәрежесіне өткізуге көмектеседі. Қашан уайымдасам, көрдіңіз қандай мәселе? Сол уайымның кезінде атаған сәттілігі келеді сізге мысалы. Енді уайымдамай жүре берсем, жүре беруге болады. Өйткені Алла тағала бізге мұқтаж емес. Қандай мәселе? Сосын бізге артық жүк салмайды. Егер уайымдасаң, онда сен тағы да бір нәрсені көтеруге дайынсың деген сөз. Сол кезде Раббың сізге береді. А дайын емес адамға бере бермейді Алла тағала еш нәрсені. Жүректі дайындау керек. Алла тағаланың аманатын көтеруге бір керемет жаңағыдай бір бұлшықеттер, керемет бір нелер емес. Бұл жерде тек жүрек керек. Жүрекпен өлшенеміз де біз. Алла тағала Құранда айтқандай, яума ла янфағу малун ва ла банун. Ол күні мал дүниеде пайда бермейді. Ол күні бала шағада пайда бермейді. Илля мен ата би қолбин сәлим дейді. Қараңызшы. Кім сау жүректі алып келсе Алла тағалаға қалай сөйлейді алады. Кім сау жүрегін әкеліп көрсетсе дейді қияметте, сол ғана құтылады дейді. Сонда ана жүрек бізге берілген аманат сияқты да, Раббым міне шамам келгенше сақтап алып келдім дегендей ұсынатындай жағдайда қияметте. Сол жүрек, осы жүректі дұрыс ету керекпіз. Осы жүрекке бір-бірімізге көмектесу керекпіз осы жүректі жөндеуге де. Бір-біріміз үшін сөйлесек те, дос болсақ та, күлсек те, жыласақ та, осы мағынада істеу керекпіз осының бәрін. Жаңағыдай басқа бір мағыналар үшін емес те мысалы.